Жат жолды ұстанып, адамдарды теріс бағытқа сүйреуші діни топтар әр заманда болғаны белгілі. Бүгінгі қоғамның дертіне айналып отырған псевдосалафизм ағымы өзінің идеологияларын дәріптеп, қазақтың салт дәстүрлерін, әдет-ғұрпын, ұлттық құндылықтарын жоққа шығарады. Соның салдарынан көптеген жастарымыз өз тарихынан алшақтап, қайда бара жатқандарын түсінбейді. Тарихын білмеген елдің болашағы бұлыңғыр. Өз елінің салт дәстүрін, әдет-ғұрпын, тарихын білмеген адамдар теріс діннің арбауына тез түсері белгілі. Егер болашағымыз жарқын болсын десек, өскелең ұрпақтың санасына салт дәстүрді сіңіріп, тарихтан тағылым беріп өсіруге қоғам болып кірісуіміз керек. Тарихта да көптеген ағымдар болған исламда, солар ең қауіптісі хауариждер деп айтып өттік. Бірақ бұлардың қауіптілігі жалпы адамзат баласын барлығыны дерлік кәпірге шығару. Ал кейіннен барып көптеген ағымдар аты өзгергенменен негізінен кез келген ағымның заты өзгермейді.